Біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз 6-7 туралы история айтамыз. Страшилка. Дайынсыңдар ма? Короче, біз светтерді өшіріп тастадық. Андай қар қойып қойдық. Қазір енді история. Айта берме келеді ол. Келмейді. Өтірік қой. Өтірік па? Я, 6-7. Ал тыңдаймыз ба? Давай. Мен история айтам, короче. Қорқынышты. Про какой-то мальчик сказал по приколу 6-7, и он популярным стал. 6-7. Мам, Қарасай артында біреу тұрған сияқты. Короче, қыздарды барынша қорқытуға тырысамыз қазір. Какой-то оршы 6-7 деді да 6-7-ға анып кетті. Короче, баяғыда ше, түн болған ғой осындай. Бізде қазір сағат 12 ғой. Сол түні бір күні мен тұрсам, бөлмеде жалғыз қалғанмын ғой. Сосын қозғалмауға тырыстым ғой, өйткені қорықтым. Сол кезде бір дауыстарды естідім ғой. 6, 7, 6, 7. Ол кезде бізде ағылшын сабағы бар ғой. Сол ағылшын сабағында бізде нелерді үйретеді жаңағындай. 1, 2, 3, 4, 5 дейді. Сосын апай қарайды бадырайып. 6. Я, бүйтеді ғой. Тақтаға жазып жатыр ғой. Тақтадан бізге қарап қалды да. Я, сөйтіп істеп жатыр ғой. 6, 7. Сөйтіп айтты да, апай бар ғой, я, түрі өзгеріп кетті ғой. Көзінің қарасы бар ғой. Одан сайын дәу болып кетті ғой, представляете? Сосын бәрі балалар отырдық біз ше. Сосын барлығымызда 6-7 дедік та. Оны ше көп айта берсіндер, оказывается, айтқан адам ше, я, жаман болып өзгеріп кетеді екен. Мама, еще у вас 6-7 жайты вас было. Я, сондай екен. Даже когда 6-7 біз атамыз талқалап та. Жоқ, бірінші сабақтарда еш нәрсе емес қой. Сосын екінші күн, үшінші күн, біз уже 5-ші сыныпқа, 6-шы сыныпқа өткен кезде ше, уже біз апайымызды танымай қалдық қой. Ана айта береді ғой, енді сандарды үйретеді ғой балаларға. Сосын бір кезде балаларға үйретіп жатыр 6-7 тек қана бірге. Ой, қалап, кәтші какой-то бала 6-7 деді да 6-7 анап кетті. Сөйтіп айтып атқанда ше, пол бар ғой, полда как будто біреу жүрген сияқты шықырлайды ғой. Мама, сен когда 6-7 дейсің ғой, тап қаласында туыңада сөйлесін. Я, сөйтіп ше, қыздар, жаңағы мұғаліміміз бар ғой біздің, шашы бира түгін ол кісінің. Сосын ше, сондай болды ма тоже? Шашы бира болды да. Ашқанда осындай қайын. Я, біздің апай бар ғой, я, шын айтам, біз ол кезде Қызылордада түгінбіз ше. Біз Қызылордада түгінбіз сол кезде. Ана апайымыз ше, я, стенаға өрмелеп кетіп. Айтындар деп балаларды зомби сияқты ше. Сосын балалардың көзі айналып 6-7 деп бәрі апайдың артынан жүрді ғой. Сосын білесіңдер ма, олар қайқа кетіп қалды. Қайқа? Апай жаймен шығып кеткен кезде терезеден. Балалардың бәрі бірінші этажда отқан кезде апайдың артынан заброшкаға кетіп қалады ғой. Неге? Заброшкада 6-7-нің хозяин отырады, кто придумал это? Мама. Представляете? Какой-то орчияр. Я. Аты басқарда білмейді, я. Анау 6-7 апай ма? Сол 6-7 апайда хозяин ма? Я. Анау 6-7-нің өзі төлі бар ғой. Какой-то апай бар ғой, я. Шашы бира, я. Төлі ше, я. 6-7-ға ұқсайды. Я, сондай ғой. Соның баласы ғой өткені ол. Сосын баратта заброшкаға кетіп қалады ғой. Көрсетесің ба? Сосын ше, я, ол бар ғой, заброшкада айтайын ба, не істейді? Ана балалар ше, я. Мен телефонда аламыз. Ана балалар бар ғой, я. Бәрі круг боп жүреді ғой. 6-7
6-7 деп. Вот мам, сен де фонаригің жақсы. Сенің артында как будто біреу тұрған сияқты. Осы ол. 6-7 деді да. Айтама қандай. Сөйтіп кетіп қалдым болды. Жаман адамға айналып кетті ма? Осындай адамға. Мәссаған. Сосын қазір кетіп болды. Мен қарасаңдаршы осындайға айналып кетеді екен. Сол қоқыныстыға болып кетеді. Так что айта беруге болмайды екен оны. Аяру, сосын ше. Ол не? Ой, а кто это сделал? Қорқып жатыр, білмеймін. Мама, арса телефонды. Телефон ба? Бір кезде ше, заброшкада ше, анау балалар бар ғой, я. Жаңағы мұғаліммен кімді айналып жүр дейсіңдер ғой, білесіңдер ма? 6-7-ді айналып жүр ғой. Көзіне қылқып қойсы. Зарина қорқып жатыр. Қорқып жатсың ба? Телефонды ойлайында бар. Анда үшін балалар 6-7 айналып кетті. Сосын балалардың барлығы 6-7-ға айналады да, әрқайсының артында бір 6-7 жүреді. Ну, артында 6-7 бар. Айтқан сайын артында көрінбей барады да, аяқтың ізі келіп. Мама, артында 6-7. Айтпашы, қорқам мен. 6-7. Бітті келе жатыр артында. Короче ше, я. Неге? Мен сенем. Сенесің ба сен? Қараса, ана сен көлеңкеңде шығып жатыр ғой уже. Мен сенем 67-ні айтсам, мен тауып қалсам, болды. Сенесің ба? 67. Ё-моё, аяру. Талып қалды ма? Сен айтып көрші кәні. 6. Достар, екеу талып қалды ғой, қарасаңыздар. Ойба, бұларды енді не істейміз? Аяру, Алина, Зарина, түрлер өтінем. Сірі айттым, мен ойнап айттым. Өтірік, оның бәрі ойдан құрастырылған нәрселер. Шын айтам, қасиетті жағам. Өтірік айтам мен. Алина, Аяру, Зарина. Өтірік айтып жатырмын мен. Өтірік айтып жатырмын. 6-7. Қаттырақ айтпасаңдар, сағат 3 болды. Что? Қоғатымсың. Достар, короче, бұның бәрі ойдан құрастырған историялар ғой. Ондайларға сенбеңіздер. Оның бәрі өтірік. Арнамызға тіркеліп, лайк басыңыздар. Бұл кім? Негізі бұл просто. И ғой. Жасанды интеллектпен істеген ғой. Достар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Колокольчик басыңыздар және комментарияға жазыңыздар. Осы видео сендерге ұнаса, лайк басып тіркеліп, колокольчик басыңыздар. Всем пока-пока.